Сәлем. Сені бүгінгі өзімнің тегін сабағымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз жаңа сабақ, жаңа техникамен бірге қарыздан қалай құтыламыз? Құтылу үшін біз қандай этаптардан өтуіміз керек? Сол туралы бүгін от үйді айтатын боламын. Кеттік. Алдында менде осындай техникалар, қарыздан қалай құтыламыз деген сабақ болған. И ол жердегі техникалардың нәтижесі міне осы отзывтарымыз. Екі кредитін жапқан. Мына жерде атын ұмытып қалдым. Алдында қарыз алған танысы 1,5 жылдан кейін осы техникалар жасағаннан кейін ұмытып кетіппін ғой. Мен осы ақшамды саған берейін деп едім деп ақшасын әкеп берген. Яғни ризықты оңай, жеңіл түрде әкелетін амалды жасаған бар. Аллах тағаладан дұрыстап сұрайтын болсаң, сенің ризығың оңай, жеңіл, көркем түрде келеді. Кейбір адамдарды қарасаң, жолы болып кетіп жатады да, кейбір адамдарды қарасаң, қанша жұмыс жасаса да айтады ғой, осының бір бағы ашылмады дейді ғой. Получается, ол адам Аллахтан дұрыс сұрап жатыр деген сөзді. И және де осындай керемет отзывтар келген болатын. Тоқтатып оқысаң болады да. Энергия көтерілген, жұмыс жасауға деген көздері жаңа мүмкіндіктерді көрген отзывтар өте көп. Мына жерде тек қана осы сиятын болғаннан кейін үшеуін жасап қойдым. Бұл сабақ қарыздан қалай құтыламыз, энергия көтеру, ақша келетін энергияны жасау бойынша болады. Получается, ақша келетін энергия болады. Кейбір адамдарда энергиясы өзі ақшаны тартып тұрады да. Енді сол энергияны біз қалай көтереміз? Негізінде энергия ол Аллах тағала барлығымызға 100% энергия беріледі екен. Оны өзіміз дұрыс басқармаймыз. Өзімді таныстыра кетейін. Мен, может, инстаграмымда білетін болсаң, бұрыннан көріп жүрген болатын болсаң, білесің. Ал бұл жерде танысып кетейін дедім, өйткені новый тоже адамдар көреді бұл сабақта. Есімім Бағила, екі баланың анасымын, жасым 32-де. Бұл этапта келу үшін мен бұл техникалардан кейін осындай Бағиладан осындай Бағилаға ауыстым. Бұл жерде мынандай дүние болып қалмау керек. Қазір мен техникалар жасасам бітті, болды, менде ақша келе береді екен деп. Жоқ. Сен осы техникалардан кейін жұмысың жүреді. Жұмысың жоқ болса, уже жұмыс көзіңе Аллах тағала себептермен көрсете береді. И сол жұмыстардың нәтижесінде сен оңай және жеңіл түрде көркем баюдың жолын көре бастайсың. Просто так техниканы жасадым, бітті, маған аспаннан ақша жаусын деген жоқ. Жолың ашылады. Как будто бір өмір бақи жолың ашылмайды. Бір ауырлап кеткен болатын болса, осы техникалардан кейін сенде уже жеңілдеп бастайды. Мен бұл жерде 20 миллионға жуық қарызым бар, кіріп кеткенмін. И одан кейін кешірім сұраймын, балам бар, онкологиямен ауырамын, ешқандай жұмысым жоқ. Осы кездерде мен қалай байысам болады деген амалдарды іздей бастадым. И үздіксіз көрдім да, бір адамның осылар арқылы мен қарызымнан құтылдым дегенін алдым да, мынау адам құтылса, значит, мен де құтыламын. Мен ниетімді көрдім ба, мен мынаны жасап көрейін, вдруг құтыламын. Мына амалды жасап көрейін, нәтижесін көрейін деген жоқпын. Мына адам да жұмыс жасапты ғой, значит, мен де 100% жұмыс жасайды. Өйткені Аллах оған берді ғой, значит, маған да береді деген ешқандай шүбәсіз, күмәнсіз сендім да. Менің артымда замысыл болған жоқ. Мына бола ма екен, болмай ма екен, жасап көре салайын деген ой болған жоқ. И сенде де тура қазір сабаққа келіп отыратын болсаң, ниетіңді түзулеп аш. Бағила тегін техника берем деді, ойбай ана жерде подкастта айтты, рилстарда айтып жатыр, таргеті жүріп жатыр, алып жасап көрейін деген, если түбінде бір міндетсіну, тегін сабағынан алып көріп істейін, вдруг жасап кетеді деген болатын болса, онда ондай күмәнмен жасайтын болсаң керек емес. Аллах тағаланы жаңағыдай чудо беретін, мен мынаны жасаймын, значит, менде де болады деген прям күмәнсіз сенетін болсаң, ниетің тап-таза болатын болса, бұл техникалар саған жұмыс жасайды. Қазір қанша қарызың бар, жоқ болып кетеді. Өмір бақи қарызда болмаған сияқты сезім боласың. Шын айтамын, менде қазір сондай бір сезіммен потокта отырып түсіріп жатырмын да бұл сабақты. Асығыс түрде түсіріп жатырмын да. Арнайы ешқандай блогер жоқ, мен осылай түсіндіргім келді да, осындай сезім келді. И сол техникаларды, сол амалдарымды ислам шеңберінде Аллахтан дұрыс сұрауымды, энергиямды дұрыс көтеруімнің арқасында дәл қазір мен осындай бағилаға айналдым.
осынша наличка ақша табатын, наличкаға машина алған, недавно осыдан 7-8 күн бұрын 70 квадрат өзімнің үйімді Аллахтан көркем түрде сұрап алдым. Бұл үй алу техникамда тоже мен күшті техникаларым бар, онында тоже бөлісетін боламын. Ислам шеңберінде, яғни айттым ғой, ең бірінші энергиямызды көтереміз, тазалаймыз. Барлығымызға 100% энергия беріледі, бірақ біз оны не істейміз? Дұрыс басқара алмаймыз, оны сливать етеміз. Получается, бір адам бай, бір адам кедей. Неге? Өйткені ол біреу энергияны дұрыс пайдалана алады, Аллахтан берілген. Ол да бізге нығмет қой, негізінде тегін беріліп жатқанда. Біз барлығымыз әйтеуір ақшаға сатып алсақ қана күштіміз деп ойлаймыз. Жоқ, сенде баюға арналған неше түрлі тегін энергияларың бар, сенің нығметің бар, аяқ қолың бар, тілің бар, сұрайтын уақытың бар да, қазір сабақты көріп отырсың ғой. Получается, соны жасау керек. Көтереміз, одан кейін барып ниет, айтме жаңа ниетімізді қалай дұрыстау керек, сол ниетімізді дұрыстаймыз и Алладан ештеңкені требовать етпейміз. Ниетті дұрыстадық, сосын не істейміз? Енді үздіксіз жасаймыз. Дәл қазір маған кезінде көмектескен, көзімді жандырған, қарызымнан құтылуыма осы дұғаларым Аллахым себепші болды. Осылар арқылы мен дұрыс сұрай алдым. Просто так әрекет етпесең бермейді, әрекет еткендерге ғана Аллах тағала береді. Сен баюың үшін мықты танысың, ешқандай ол маңызды емес, просто сен маңыздысың. Енді маған көмектескен екі техниканың амалмен бөлсең, ол үзбей уақиға сүресін оқу. Яғни уақиға сүресіне арнайы уақыт керек. Отырып оқисың. Қыз келіншектер барлық жері жабылып орамалмен отырып оқығаны дұрыс. Ер адамдар тоже дәретпен отырып оқыған дұрыс. Өйткені Аллахтың көркем сөздері, қасиетті сөздерімен жазылғаннан кейін ол Құранға біз ерекше көңілмен бөлеміз. Тек қана намаз оқитындар оқу керек па деген жоқ. Тырнағы барлар, нарашвен жасаттың ба, дәретіңді алда оқы. Болды. Екіншісі, байлық есіктерін ашатын. Қараңдар. Байлық есіктерін ашып тастайды сенің өміріңде. 20, 30, 40 есікті ашып тастайды. Сен не жасасаң да сол жерден ақша түсетін болады. Жаннат есігін қағатын, қабірде жолдас болатын, әртүрлі қажетіңді міндетті түрде орындайтын зікір. Ол ля иллаха иллаллахул маликул хаққул мубин. Тіліңе оңай. Уақиға сүресін отырып арнайы оқуың керек. Кешке таман оқиын десең ұйықтап кетесің, азанда оқиын десең жұмысқа кірісіп кетесің, бала шаға, оған көңіл бөле алмай қалуы мүмкін. Әделеп сол екі түрлі нәрсені беріп отырмын. Чтоб ешкім ой менің уақытым жоқ деген сылтау айтпас үшін. Ой жасайын десем мынандай ғой, жасау керек еді деген. Получается, азанда 100 рет айтасың, жұмысқа баратқан кезде кешке 100 рет айтасың да дұғаңды сұрайсың. Дұға сұрау үшін арнайы намаз оқып отыруым керек па, бүйтуім керек па? Жоқ, оқисың да Аллахтан шын көңілмен бүйтіп тыныш отырып сұрайсың. Болды. Аллах тағала везде, ол сен намаз оқыған жерде ғана Аллах тағала саған қарайды деген әңгіме жоқ. Миымыздағы бүкіл шектеуді алып тастаймыз. Қарсыз өмір сүру үшін өміріңді баланста ұстап, барлық сферасында өзіңді бақытты сезінгің келетін күндер болады. Дәл қазір менде сондай да бір Аллахтың мейірім, махаббатын, сол кездердегі тоқтамай жасаған әрекеттерімнің мен сыйлығын, подаркасын алдым. Барлығын наличкаға алып жатырмын. И мен қазір мынаны бөлісіп отырмын ғой, қарап тұрсам тегін бөлісіп отырмын да, просто инстаграмыма енді жазылғаның үшін мен осы сабақты беріп отырмын да, скрин жасап алуға болады. Бір жерге жазып қойсаң болады, есігіңе жазып қой да, чтобы ұмытып кетпес үшін. Телефоныңа жазып қой. Міндетсініп бір пайда табу үшін емес. Өйткені базы потребностьтарымды жауып тастаған қызбын да. Мен екі баланы жалғыз өзім асырап отырсам да, машина, үй, шетел, ата-анамды жіберу, денсаулық барлығына изи. Аллаға шүкір, Аллахтың қалауымен, Аллахтан дұрыс сұрауымен, энергиямды дұрыс пайдаланып, тек қана таза ниетте болуымның арқасында осыған жетіп отырмын. Байлық әкелетін нығметтің арту көбею схемасы бар. Дұға қайтарылмайтын уақыт бар. Жеңіл көркем түрде бай болу үшін оқылатын салауаттар бар. Получается, мен жаңа біреуін бердім ғой, оның біреуін орындасаң, конечно, сенде болады. Сен вообще күмән келтірмей Аллахтан жасап сұрай берші. Байлыққа тез жеткізетін, кедейліктен құтқаратын, өміріңде өзің кедей болмайтындай, кедейлікті көзің көрмейтін, өміріңнің соңына дейін кедейлікті көрмейтін амалдар бар. Вообще көрмейсің сен. Менде ақша жоқ, жағдайым болмай тұр, шетелге барайын десем ақшам жоқ. Біреу қарызыңды сұрап, есігіңнен естеп, сен ол қарыздан қашып жүретін өмір бітті.
Бүгін бітті. Егер де сен бүгін көріп отыратын болсаң, значит, Аллах тағала саған осыны мен арқылы жеткізгісі келіп тұр. Аллах тағала сені байытқысы келіп тұр. Түсінші осыны. Маған 5 күн жасап, наличкаға үй алған техникам бар. Үй алатын кезде менде ақша болды, бірақ проблемалар болып кетті. Қазір айтып тұрмын мүмкін, мен ақшасы бар, үй алатын не проблема ол деп, то жетпей қалады, то кәдімгідей асып кетеді, то маған ұнамайды ол район, то вторичка болады, мен наличкаға ипотекасыз первичка алам дедім, ешкім тұрмаған үй алам дедім, то анау то мынау. Қиындап кеткен кезде мен осы техниканы 5 күн жасадым, Аллахтан сұрадым. Менде осындай үй алуға қатысты осындай проблемалар болып жатыр, мен пожалуйста маған шешіп берші. Мен осы амалды 5 күн жасадым. 5-ші күні мен қалаған район первичка и ақшам жетіп тұр, и уже 1 айдан кейін кілтін алдым. Аллах тағала ма? Иә, мен бұл жерде просто амал жасадым, мен емес. Ризық несібемді, ақшамды тез және көркем түрде көбейткен амалдардың жиынтығы. Бұл байлыққа жету фишкаларымның барлығы қарызсыз өмір мини курсымда. И осы жерде айтуы мүмкін, ана түбінде сатып жатыр ғой, осы сатқысы келген үшін нан істеп жатыр екен ғой десең, мен бұл ақшаға мұқтаж емеспін. Айттым ғой, потребностьтарымды жауып қойдым. Мен ақшаға қатты мұқтаж болатын болсам, мен бұны баяғыда үй алмай тұрып, машина алмай тұрып сататын едім. Мен барлығын жасап көргеннен кейін, өзім байығаннан кейін бөлісу керек деген сезім келді. Егер де мынау түбінде сатып жатыр, бұлардың барлығын ниеті осы дейтін болсаң, сабақты осы жерден тоқтат та шық кет, болды. Көрме деп айтатын едім да. Өйткені ол ниет біреуді кінәлау сені байытпайды. Сені байытпайды. Ниетім қарсыз өмір сүретін адам саны көбейсе екен деген ниетпен жасадым. Потому что это так кайфово. Жоқ деген сөзді естімеу, барлық жерге бара алу, жейтін тамағыңды жей алу, сенен ешкім қарызын сұрамайды, есігіңді қақпайды, звондамайды, просрочкаға шығып кететін болдым, әр айдың 12-сі мен кредит төлеуім керек, ана жетпейді, одан ретке саласың, реттен қайттан обналичка аласың. Бұл сезімдердің қандай жаман екен мен білем, өйткені қарыздың сонау түбіне шығып, кіріп шыққан адам ретінде айтып жатырмын да саған. Қарсыз өмір мини курс 3 этаптан тұрады. Ешқандай кері байланыс жоқ. Барлығы телеграм каналда тұр, көрдің, алдың, жасадың болды. Қай уақытта қалай, қандай сезімдермен қандай болу керек, барлығы тұр. Просто өзім қалай жасадым, соны сызып беріп қойдым, аласында жасайсың. Энергияны дұрыс басқарып, оны таза ұстау. Энергиямызды қалай көбейтеміз? Сенің энергияң қазір 1 миллион тауып жүретін болсаң, 200 мың теңге тауып жүретін болсаң, энергияңмен ыдысың осындай кішкентай 0,5 баклажка. Оны 5 литрға көтеруге болады. Получается, 5 миллион іште сыйғызуға болады. Аллах тағала саған берейін деп тұр, просто сенің ыдысың кішкентай. Таңдау қабілетін бізге Аллах тағала беріп қойған. Получается, бай болу да сенің таңдауың, кедей болу да сенің таңдауың. Қай жердегі состояниеға сен өзің иә деп рұқсат беріп тұрсың. Ал сенде жоқ нәрсеге сен жоқ деп өзің рұқсат бермей отырсың. Түсінікті ғой да? Получается, үлкен ақшаларды әкелетін энергияны аламыз. Получается, 5 литр, 10 литр, 20 литр, 50 литр объемымызды өсіреміз. Получается, объемымыз өскен сайын, соның ішіне ақша құйылады, энергиямыз көбейткенде, иә? Екінші, теломызбен достасамыз. Ешкім теломен достасқан кезде, жаңағыдай, мен өзім телом дұрыс не істеген кезде мен байимын деп ешкім ойламайды. Бірақ бізді өмір бақиына сүйрейтін, бізді барлық жерге апаратын, әдемі қылып көрсетіп тұрған осы Аллахтың берген бізге денсаулығы. Біз оған аманат деп қарамағаннан кейін біздің өмірімізде минустар кетіп жатыр. Сол кезде мен телоны дұрыс қабылдамаған кезде онкология болды. И мен қарызға кірдім. Получается, біріне тесік мен денсаулығыма дұрыс қарамағандықтан болған. Байлық шақыратын, кедейліктің жүзін көрсетпейтін, жеңіл көркем түрде ризығымызды арттыратын амалдарды жасаймыз. Қарызымыздан тез құтылып, артық ақшамыз болып қалатын өмір сүру үшін мен өзімнің техникаларымды беремін. Бонусқа үй алу техникасын беремін. Получается, аласың, мысалы, бізде үй қазақтарда проблема ғой. Алдың, жасадың, Аллах тағала көркем түрде, мейлі ипотекаға да ал, мейлі сенің кредитный историяң түзеліп кетсін, оның өзі нығмет қой. Жоқ, мен тек қана наличкаға аламын. Көз алдында қайсы шығып тұр, ала бер. Түсінікті ғой да? И вуаля, аласың, жасайсың. 50 миллионнан қарыздан шыққан, 100 миллионнан қарыздан шыққан адамдарды осы қарап тұрсаң ислам шеңберінде, бізде дінде бай адамдар көп. И солар жасаған осыны. 100 миллион оборот жасап отырғандар да осы Аллахтан дұрыс сұраған. 20 миллион қарызы болған менде.
и солардан бәленбай миллиондап алдым да осыны саған ұсынып отырмын. Алладан дұрыс сұра, фишкалар. Бағасы 9.990 теңге. 10.000 теңге қайда кетпей жатыр? Ойны 10.000 теңгеге сатып байын деп жатыр ғой, мынау түбі сату ғой дейтін болсам айтым, иә. Онда бұл техника саған жұмыс жасамайды. Ондай ниетің болса алмай ақ қой. Егер де мынандай ниетің болса, мен де қарсыз өмір сүремін, мен де ата анамды шетелге апарамын, қалаған заттарын әперемін, әдемі киім киемін, мен де бала шағамды күшті не істеймін, мен де наличкаға машинамды алып, үйімді алып, ай сайын бірдеңе төлеу керек еді ғой деген қайғыдан құтыламын наконец-то десең, сондай бір көзіңде от болатын болса, онда осы курс саған арналады. Пожалуйста, ал да жасашы. Каспи береді, рассрочка қосып қойдым, чтобы удобно болу үшін саған тек қана алып жасау керек болды. Бай болу үшін ең бірінші алламен отношенияңды дұрыста. Ол жерде сен намаз оқу, хиджаб кию, меккеге бару маңызды емес. Бізде барлығымыз ойлаймыз ғой, мен алламен байланысу үшін 5 уақыт намаз оқуым керек, или там хиджаб киюім керек, иманым күшті болған кезде ғана болады жүр, оған дейін жаман нәрсе жасайын, осы қиындықтарымды жеңіп алайын. Жоқ, Аллах тағала бүкіл құлдарын жақсы көреді. Жайлап келесің ол дүниеге, сразу намаз оқып кету, сразу хиджаб киіп кету деген, ол адам дайын болу керек ол дүниеге. Олар үшін осындай кішкентай амалдардан бастаймыз. Әдемі өмірдің фундаментін құруды көрсетіп беремін ғой. Мен қалай құрдым? Сол фундаменттің арқасында мен құламадым. Менде вообще ақша болмай қалған күн болған емес. Мен сені курста күтемін. Сен де мен сияқты барлық қарызынан құтылған, денсаулығы мықты, наличкаға үй алғың келетін болса, алланың байлығын жеңіл түрде, көркем түрде алуға болады. Поверь мне, мен солай қазір алып жүрмін. Бүкіл базовый потребностьімді жабып, барлығын тексерілгеннен кейін беріп жатырмын да. Үйім жоқ, машинам жоқ, қарызым болатын болса, мен бұл техниканы көзім жанып отырып саған бермейтін едім. Дайректке болмаса тағы да комментарийға техника сөзін жазатын болсам, қалай алу керек, қалай оплата жасау керек, қалай қосылу керек, от үйді саған бөлісетін боламын. Давай, мен сені күтем. Егер де осы сабақты соңына дейін көретін болсаң, Аллах тағала сенің байығаныңды қалап тұр. Сенің наконец-то өзінің бергетін ризықтарын алғаныңды қалап тұр. Сол үшін мен сені күтемін. Бұны бір өзің үшін баюдың алдындағы знак деп біл.